Бүгін біз сметаник пирогын жасаймыз. Бізге керегі бір жұмыртқа, 150 грамм май, қант, қопсытқыш және ұн. Ұн саламыз, үстіне қант қосамыз. Қопсытқыш қосамыз. Және майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне жұмыртқа саламыз. Жұмыртқа қосқаннан кейін жақсылап бәрін біріктіреміз. Салафанға салып, 30 минутқа холодильникке салып қоямыз. Диаметрі 24 кальцоны дайындап аламыз. Астына фольганы қоямыз. Холодильниктен тестамызды алып, осылай жаямыз. Шеттерін вилкамен дұрыстаймыз. Бетіне қоспасына қант қосамыз. Қаймақ қосамыз. Төрт жұмыртқамызды саламыз. Үстіне ванилин қосамыз. Қоспасаңыздар да болады. Жаңағы дайындаған тестамыздың үстіне құямыз. Духовкада 180 градуста 35-45 минут пісіреміз. Міне біздің сметанигіміз дайын болды. Дәмі өте керемет шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар.